Майқайың ауылдық кітапханасы, Бакирова Гүлмира Имангалиевна. Ахмет Байтұрсынов ақын, педагог, публицист, түркітанушы, әдебиет зерттеуші ғалым. 20 ғасырдағы қазақ рухани мәдениетіндегі көшбасшылардың бірі болған. Ахмет Байтұрсыновтың өмірі маңызға, шығармашылығы аңызға ие болған көрнекті тұлға. Ол балаларды оқуға, білімге шақырған. Оқуға шақыру Ахмет Байтұрсынов. Балалар оқуға бар, жатпа қарап, жуынып, киініңдер шапшаң қарап. Шақырды тауық мана әлде қашан, қарап тұр терезеден күн жалтырап. Адам да, ұшқан құста, жүрген аңда, жұмыссыз тек тұрған жоқ ешбір шанда. Кішкене қоңыз да жүгін сүйреп, барады араларда. Ұшып балға, күн ашып, тоғайлар шат, ыңжың орман. Оянып, жан мақұлық түнде қонған. Шығады тоқылдақтың тоқ-тоқ даусы, сайраға сарғылдақтың сыңғырлаған. Өзенде балықшылар ау қарап жүр, тоғайда орақ даусы шың-шың ұрған. Аллалап ау кітапты қолдарыңа, құлдарың құдай сүймес жалқау болған.